Бизнес-шоудың 4-ші аптасында шабандоздар есебін біз береміз. Олар қайда, қашан, кіммен кездесті, біздің назарда. Арманның қуанышына қандай жайт себеп болды? Керемет. Жанбота бір күнде 242 мың теңгені қалай тапты? Бірнеше заттар беріп заказға. Оның жақсы уже келіп қалды. Ахметбек Нұрсила қатысушылар жайлы не ойлайды? Алдына бағдар беріп, мына жақтан жетелеп, мына жақтан бүкіл Қазақстанға жариялап қойып отырған кезде осындай жағдайда жасай алмаған адам басқа жағдайда мүлде жасай алмайды. Бизнес-шоудың жеңімпазы кім болуы мүмкін? Бизнесте тәжірибесі бар, Жанбота болуы мүмкін. Мен ойымша жеңімпаз Баймұрат деп ойлаймын. 70-тен асқан апайымыз бар ғой, сол кісі болса деп ойлаймын да. Ерғали. Жанбота жеңетін сияқты. Осы және өзге де қызықтар миллионға апарар жол реалити бизнес-шоуының 4-ші шығарылымында.